создать объект дегенге басамыз. Бұндағы біздің алдымызда тұрған куб. Негізі кез келген денелерді осы кубтан да жасай беруге болады. Және басқа денелерден де жасауға болады. Мысалы, мұнда барлық нелер бар, денелер бар. Мысалы, ландшафт құрғанға ландшафт объектісі бар, жаңағы объект труба дейді. Одан кейін сфера, цилиндр. Негізі денелердің бәрі неден құралады ғой? Геометриялық объектілерден, қарапайым. Мұнда қарапайымдар да бар, және күрделі объектілер де бар. Мысалы, пирамида деген сияқты. Мысалы, мынау куб, кубта мысалы қандай дене жасап көрейік? Жарайды, мысалы тас жасап көрейік. Тас жасар бұрын оны біз неге бөлеміз? Торларға дейік. Мысалы, мына кубтың үстінен бір рет басып, мына біреу құралға басамыз, оң жақта құралға басамыз. Көріп отырғандай, мысалы, мынаны бастық. Негізі былай болу керек. Бірінші денені аламыз. Содан кейін неге басардан бұрын, конвертировкаға басардан бұрын оны бөліп алуымыз керек сегменттерге. Мысалы, мынау сегмент X дейді. Сегмент X қаншаға? Мысалы, 3-ке, 4-ке бөлейік. Сегмент Y. Y-ті қанша? Оны да 4-ке бөлейік. 4-ке. Ол көріп отқанда осы жерден, X болса, мынау Y, Z қателеспесем. Мынау Z, X, мынау Y. Бізге не керек? Бізге қазір Z сегментін кесу керек. 4-ке бөлдік. Енді бұл дененің, бұл объектінің, пішінін деп тұр. Мысалы, 200 емес, 100 деп басуға болады. Не көрдіңіздер ғой? Қалай өзгерген. Мысалы, мына жерге Y-тің орнына Y-ке, мысалы, 500 командасын берейік. Сол сияқты, не сияқты өзіңізге керекті пішінді таңдап алуыңызға болады. Енді ары қаратай, мысалы, біз оны бөлдік неге? Торларға, Енді соларды біз модификация жасап көрейік. Мысалы, мен неге қойдым? Нүктелерге қойдық. Енді выделить курсором деген, выделение курсором. Мына жаңа тек бір нүктеден алып отырады. Егер мысалы былай алатын болсақ, 4 күшейтін, онда барлығын бір алуға болады. Қазір мына примитивке басып алу керек міндетті түрде. Енді ол мынандай режимге түсті. Енді мынаны неге ауысу үшін тышқанның ортасына дөңгелекке бассаңыз, бір рет бассаңыз жеткілікті. Осыны неге шығады экранға. Мысалы, тастың формасын келтірейік. Неге басамыз қазір? Жерде не болу керек? Мынаның өзіне бастық. Моделирование. Выделить только видимые элементы осыған басымыз керек. Сонда ар жағындағы элементтердің бәрін бір ағамыз деген сөз. Сол қараңыз. Мынау жаңа масштабқа көреміз, кішірейту үшін. Масштаб. Осыдан кейін өсіп жылжытамыз. Өсіп жылжыту да болады. Негізі былай жылжыту болады, былай да ыңғайлы. Так, кішкене дұрыс жасамадым. Мысалы, былай, содан кейін былай. Так, былай емес, былай. Енді қай жерден бірге? Мына жерден мысалы. Былай кішірейттік. Так. Масштаб қойылсын кеттім. Енді мына жерден масштаб кішірейтеміз. Тағы да бір рет кішірейтеміз. Негізі мына жерден де жасағанда ыңғайлы. Үш жерден де болады, кішкене дұрыс жасамадым жерлерін.
енді мысалына бір жақ бетін бірден алуға болады. Енді мына жерде несі болу керек, құралдары. Так, мысалы бұлай. Так, енді масштабқа кірсек, сонда біз өсіп кішірейтіп алады екенбіз. Содан қайттан кішірейтеміз. Мінекей тастың формасына ұқсаған секілді. Қазір мына жерді алдық па, оны алдыға қаратай шығарайық. Şimdi форма қолау үшін мысалы мынаны да алдыға жіберейік. Енді мынау алдарыңызда тасқа ұқсас бір форма пайда болды. Бірақ та мұнда қырлар тым не болып келді, үшкірлеу болып келді. Үшкірлеу болмау үшін біз не кереміз, модификатор. Тура модификатордың астына нені жүргіземіз, жаңағы объект кубты. Атын да жасауға да болады. Мұның атын мысалы тас деп қояйық. Тасты біз кіргіздік. Мінекей. Жерде не бар? Рендер текущего вида деген осыған басамыз. Сонда бізде көрдіңіз бе, форма пайда болды. Жаңағы жұмыр денелі учетный положениеден біз өзгерте беруімізге болады екен. Ары қаратай. Мінекей мына жерден өзгертіп көрейік. Бұлай да өзгертіп көрейік. Мінекей тасқа ұқсаған секілді. Енді мысалы мына браузер деген бар, предустановка өздерінде несі орнатылған текстуралар. Оны мына жерден табуға болады. Қазір материалс. Мінекей мына жерде бүткіл материалдар орналасқан. Дайын материалдар. Лаваның өзінен шықты, Google-ның өзінен. Мінекей біздің неміз шықты. Енді мына не? Жарық шамы. Мінекей өсіп жарық шамы қойсауға да болады. Осы жерден мысалы көлеңкесі бар. Көлеңке мысалы осы жерден осы настройкаға кіреміз де жұмсағына қоямыз. Жұмсағы әр уақытта әдемі көрінеді. Енді көлеңке пайда болған сияқты. Бізде неміз пайда болды. Тасымыз.